Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі нәзік сметанник пирогын дайындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік. Ендеше бастайық. Ыдысымызға қантты саламыз. Үстіне 1 шай қасық разрыхитель және електен өткізіп ұн қосамыз. Толық рецептін описание бөліміне қалдыратын боламын. Үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, қолмен осылай үгітеміз. Бізде песочный қамыр болу керек, сондықтан жақсылап үгітіп аламыз. Егер алғаш рет жасайын деп жатқан болсаңыздар, осы рецептпен жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Өте дәмді болып шығады. Арнаға алғаш рет келсеңіздер, тіркеліп алыңыздар. Өте көптеген пайдалы рецепттермен бөлісемін. Үстіне 1 жұмыртқаны салып, жақсылап қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Мінекей біздің жұмсақ қамыр дайын. Оны арнайы пакетке салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Осы кезде салмасын дайындайтын боламыз. Оған бізге 4 жұмыртқа қажет. 4 жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Содан соң қаймағымызды салып, 20-30 секундтай біріккенше араластырамыз. Енді дайын болған қамырымызды тегістеп жайып, шанышқымен тесіп шығамыз. Үстіне дайын болған массамызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіреміз. Шетіне осындай узор салсаңыздар болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.